Кеше мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елде қалыптасқан жағдайға байланысты халыққа үндеу жасады. Президент өңірлерде өткізіліп жатқан бейбіт жиындарға қатысушыларды арандатушылықтан аулақ болуға шақырды. Құрметті отандастар, қадірлі ағайын, баршаңызға тағы да айтарым, іштен және сырттан болған сан түрлі жалған ақпараттарға сеніп, ереуілге салынған топтың қитұрқы әрекеттері мен тәртіпсіздікке ермей, парасатпен және ақылмен ғана шешім қабылдауға шақырамын. Азаматтық және әскери мақсаттағы қызметтік ғимараттарға шабуыл жасауға үндейтін ұрандар мүлдем заңға қайшы келеді. Бұл өрескел қылмыстық әрекет. Билік құламайды, бірақ бізге өзара сенім және өзара диалог керек. Сондай Қазақстан премьер-министрінің орынбасары Ералы Тоғжанов, Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев пен Ақтау қаласының прокуроры Берік Құлмағанбет маңғыстаулықтарға үндеу жасады. Бүгін таң атысымен өңір басшысы тағы да халыққа бейне үндеу жолдады. Қазіргі таңда білместікпен немесе әртүрлі себептермен осындай шараларға қатысып жүрген азаматтар қазіргі таңда өз еркілерімен арандатушылыққа ермей үйлеріне қайтулары сұралады.